Бүгін біз зәр шығару жүйесінің негізгі мүшесі бүйрекпен танысамыз. Ол арен деп аталады. Ол егеу мил аймағында омыртқаның екі жағында орналасқан кішкентай ғана, салмағы 120-150 грамм, бірақ ағзада істейтін қызметі өте көп. Пішіні бұршақ тәрізді, сыртында тығыз қапшық капсула фиброза, жоғарғы жағында бүйрек үсті бездері гландула супрареналис орналасқан. Әр бүйректің ішкі бетінде ойық бар, хилум ренис. Осы қақпақтан тамырлар мен несебағар шығады. Бүйрек екі қабаттан тұрады. Қыртысты қабат кортекс ренис, мезаты медула ренис. Мезаты пирамидаларға бөлінеді. Бұл пирамидалар бүйрек тостаған жасына, одан бүйрек астауына ашылады. Ал астаудан несебағарға өтеді. Негізгі құрылымдық бірлік нефрон. Нефрон бүйректің жұмыс істейтін кішкентай бөлігі. Әр бүйректе шамамен 1 миллион нефрон бар. Қызметіне тоқталсақ, зиянды заттарды шығару, артық су мен тұзды шығару, қан қысымын реттеу, қан түзілу процесіне қатысады. Қышқыл сілті тепе-теңдігін сақтау. Зәр түзілу процесі 3 кезеңнен тұрады. Фильтрация, капсула, реабсорбция, түтікшелерінде пайдалы заттарды қайта сіңеді. Секреция, артық заттар қайтадан түтікке бөлінеді. Нәтижесінде бір күнде 1500 литрдей қан өтеді. Соның ішінде шамамен 1,5 литр соңғы несеп болып шығады. Видеосы лайк бас, арнаға жазыл.